Достық, шынайы жанашырлық, адамгершілік. Оралдық жас көрермендер назарына осынау игі қасиеттерді насихаттайтын жаңа қойылым ұсынылды. Алтын Орда балалар мен жасөспірімдер қоғамдық театр ұсынған бесешкі қосу бірешкі ертегісін балғындар өте жылы қабылдады. Аталған театр бүгінде 40-тан астам баланы қасиетті сахнаға икемдеп өнер жолына баулуда. Болашағынан зор үміт күттірер жас театр туралы жұма күнгі жарқын сюжеттер топтамасында жақынырақ таныстырамыз. Бес ешкі плюс бір ешкі қойылымы қазақ халық ертегісі негізінде дайындалған. Спектакль барысында жастар арасында кеңінен танымал би элементтерін кездестіруге болады. Мұның бәрі қоюшы режиссер мен жас актерлардың бірлескен жұмысының өзара ақылдасып шешім қабылдауының нәтижесі. Бақытгүл Сәкенқызының бұл сахнаға жол тартқан алғашқы туындысы. Дайындық жұмыстарына бар болғаны бір айдай уақыт кетіпті. Бір ай көлемі өте аз уақыт болса да, бұл балалардың бүгінгі нәтижесінде өте керемет деген баға берем, өзім режиссер ретінде. Бұл қойылымның барысы қазіргі қаламыздағы кішкентай көрермендерге арналады. Оларға осы достық жайында, жалпы адамгершілік, оның ішіндегі барлық адамның бойынан табылатын жақсы қасиеттерді насихаттау барысында өткен ертегі. Көрермендердің сөзінен, жалпы осы қатысып отырғандағы олардың барлық белсенділігінен оларға осы біздің ең басты құндылығымыз достықты насихаттау, оларға жақсы жетті деген ойдамын. Қойылым әзіл мен қалжыңға қызықты сәттерге толы. Сол себепті де көрермендер 40 минут бойы тапжылмай тамашалады. Балғындар алған әсерлер туралы бір-бірімен ой бөлісіп, басты кейіпкерлермен суретке түсіп мәз болысты. Ертегі маған қатты ұнады. Ол жерде достықты ешқашан сатпау, достық туралы айтылған. Ешқашан досыңды сатпа, әрқашан өзіңмен бірге, достармен бірге бақытты болып, татуласып, ұрыспай жүріңдер. Ертегіден маған Қасқыр кейіпкері ұнады. Негізі барлығы да жақсы ойнады, бірақ Қасқырдың күлкісі барлығы қызықты болды. Шынайы сияқты керемет маған ұнады. Көпшіліктің көңілінен шыққан Қасқыр рөлін сомдаған Нұрсұлтан Қуанышқалиев театрдың белді актерларының бірі. Ол өзіне сеніп тапсырылған әр кейіпкерді жан-жақты зерттеп, мінез құлқы мен іс әрекетін сараптап барып қана сахнаға алып шығатынын айтады. Жоғары жауапкершілікпен, шын ниетпен дайындалған әр бейне көрермен жүрегіне жол табу заңдылық дейді жас талант. Негізінен Қасқыр ол жаңағы қойларды, ешкілерді қорқытқанымен, шынайы бет бейнесі ол өте аңқау. Сол аңқаулығы үшінде ақыр соңында көз жұмады. Жаңағы қара тоқтыдан кетіп, бесешкеге барып, бесешкеге алданып, жаңағы құлатқа барып, ең соңында сол құлаттан қаза табады. Бұның бәрі осы Қасқыр кейіпкерінің аңқаулығы деп ойлаймын. Жалпы бұл рөлді маған берген кезде мен қатты қуандым. Себебі өзім де осы рөлді ұнатып, осы рөлді маған бергенін қалап жүрген едім. Сахнаға әбден ысылып, рөл сомдауға төселген ересек топпен қатар аталған театрдың кіші тобының балақайлары да осал емес. Арасында аға әпкелеріне еркелеп алса да, сахнадағы әр әрекетке асқан жауапкершілікпен қарайды екен. Мен үшінші спектаклінде ойнап жатырмын. Менің үшінші спектаклінде достық туралы спектакль. Маған үлкендер көмектеседі, қате жасасам түзейді. Мен өскенде актриса болғым келеді. Жалпы Алтын Орда балалар мен жасөспірімдер қоғамдық театры былтыр ақпан айында құрылған. Қазіргі таңда 40-тан астам дарынды жасты сахна өнеріне баулуда. Өнер ұжымы жыл басынан бері көрерменге бірнеше қойылымды тарту етіп үлгерген. Оның ішінде Кім патша ертегісі, одан маусым айында Алладин ертегісін қойдық. Әрі қарай қазіргі мынау үшінші премьеріміз бес ешкі плюс бір ешкі қазақ ертегісі заманауи стильге өңделіп, осы халық назарына ұсынып отырмыз. Алдағы уақытта жоспарымыз өте зор. Қысқаша айта кетсем, желтоқсан оқиғасына байланысты Тозақ шеңбері Сәбит Досанов ағамыздың драмасы қойылуға жоспарланып жатыр. Қоғамдық театр сахнасына дарынды жастарды баулайтын үйірмеге қатысу тегін. Балалардың игілігі үшін режиссер, суретші, гримердан бастап түрлі техникалық бағытты қамтитын 15 шақты кәсіби маман еңбек етеді. Сахналық декорация мен спектакльге қажетті костюмдер әр қойылымнан жиылған қаражатқа дайындалады. Аяужан Кереева, Алтынбек Тынышқалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.